Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 8-ші сынып геометрия ТЖБ 2-ші нұсқа. 1-ші нұсқа видеосы каналда бар, қарасаңыздар болады. Видеоны достарыңызға бөлісіп, оларда қарап бақылау жұмысына дайындалсын. Дәл осы сұрақтар келмеуі мүмкін әрине, бірақ та трапеция, параллелограмм, ром тақырыптарына байланысты тапсырмалар болады. Қазір осы видеоны соңына дейін қарап, шығару жолдарын түсініп алсаңыздар, өздеріңіздің тапсырмаларыңызды бақылау жұмысында өздеріңіз орындай алатын боласыздар. Сонымен 5 сұрақ. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видео көру барысында сұрақтар болса жазыңыздар, барынша жауап беруге тырысатын болам. Бастайық. Бірінші сұрақ. Есептерді шығаруды бастамас бұрын мен тек қана шығару жолын көрсететінімді айтайын, өйткені сіздер БЖБ ТЖБ орындау кезінде де, жалпы мектепте тапсырмалар орындау кезінде де дәптерге сіздер берілгенін, шығару жолын шешуін, сызбасын бәрін әдемілеп салу керексіздер, жазу керексіздер. Мен тек шығару жолын көрсетем, мен секілді жазбаңыздар, иә? Енді қараңыздар, АБЦ-да ромб берілген дейді. Мына ромб дегеніміз не? Барлық қабырғасы бір-біріне тең параллелограмм, яғни АЦ қабырғасы, АБ қабырғасы, БД қабырғасы және де СД қабырғасы бір-біріне тең. Оны осындай бір сызықтармен көрсетіп қоюға болады. Осы АБЦД ромбының ішінен С бұрышын табыңыз, яғни мына бұрыш табу керек. Ал ромбтың қарама-қарсы бұрыштары тең, яғни бұл С бұрышына Б бұрышына тең. Демек Б бұрышын таптсам, қазір С бұрышын таптым деген сөз. Айырмашылығы жоқ, дұрыс па? Енді қараңыздар. Байқап отырсаңыздар, мынау 64 градус, мынау толығымен А бұрышының градусын айтып жатқан жоқ. Ол БАД деген мына бұрышты ғана айтып жатыр. Өйткені А бұрышы толығымен ол 90 градустан үлкен доғал бұрыш екендігі көрініп тұр суретте, иә. Демек, мына бұрыш 64 градус болатын болса, мына АДБ бұрышы да 64 градус болады. Оны екі сызықпен көрсетіп қояйық. Мінекей. Мына 2 градус бір-біріне тең. Неге? Өйткені АБ қабырғасы мен БД қабырғасы тең беріліп үш бұрыштың табанындағы бұрыштары да тең болады. Сондықтан бұл жерге де мен 64 градус деп жазып қоямын. Мінекей. Ал үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Б бұрышын табу үшін 64-ке 64-ті қосып 180-нен азайтуым керек. Бұрыш Б-ны табу үшін мен 180-нен азайтамын 64 көбейтілген 2-ні. 64 қосылған 2 айырмашылығы жоқ. 180 азайтылған 4 жерде 2 8, 6 жерде 2 12, яғни 128. Болады бізде қанша? 52 градус болады ма? 52 градус. 70-80 болайын деп тұр. Демек, Б бұрыш 52 градус болса, С бұрышы да 52 градус. Біздің есебіміздің жауабы мынау Б варианты болады деген сөз. Осындай оңай тапсырма, түсінікті болды деп ойлаймын. Жалғастырайық. Келесі екінші сұрақ. АБЦД параллелограммның бисектрисасы оның СД қабырғасын СК және КД 21 см 6 см болатын кесінділерге бөледі дейді. Төбелерінің мәндерін жазып қояйық. А, Б, С және Д. СД қабырғасын дейді. СД қабырғасы мынау ғой. СД қабырғасы осы. СК және КД болатындай екіге бөледі дейді. Балалар, білесіздер ма? СД қабырғасын бар ғой, мынау ұзындығы ретінде алсақ, бізге өзімізге жеңіл болады есеп шығарған кезде. Яғни былай істейік. Бізге ешқандай да шектеу қойылмаған. АБЦД дегенді мен былай да жаза аламын. СД қабырғасын деген екен А, Б, С, Д деп те жазып қойсам, ешқандай да айырмашылығы жоқ балалар. Сонда СД қабырғасына бисектрисия жүргізуім керек. Сәйкесінше оны мынау болады. Б бұрышын қақ бөлеміз. Мінекей. Ол енді мына жерге К деп қоямыз деп тұр ғой. К. СК деген 21 см, ал КД деген 60 см болады кесінділер. Енді периметрін табуымыз керек. Периметрді табу үшін барлық қабырғасын қосамыз. 21-ге 6-ны қоссақ 27, демек мынау ұзындығы 27 деген сөз. Екі қабырғасы бір-біріне тең болып тұрған 27 мен 27 белгілі. Мына екі шетіндегі қабырғаны табуымыз керек. Оны қалай табамыз? Оны былай табамыз. Бисектрисия дегеннен соң бұрышты қақ бөледі. Яғни мына екі бұрыш бір-біріне тең. Яғни К, Б, А, С, Б, К. Мен қызылмен бояп көрсетіп қойған. Тең болғандықтан оларды X градус деп жазып қояйын. 7-ші сыныпта өткен бір-біріне параллель екі түзуді, үшінші бір түзу қиып өткен кезде болған айқыш бұрыштар өзара тең болады. Демек мына жердегі
КБА бұрыш мен ЦКБ бұрыш екі бір-біріне айқыш. Айқыш болғаннан кейін олар бір-біріне тең. Қарап отқандарыңызда мына ЦБК деген мына үш бұрыштың екі табандағы бұрыштар тең болғандықтан оның тең бүйірлі деп айта аламыз. Ал тең бүйірлінің екі қабырғасы тең, мынау 21 болатын болса, ЦК, онда ЦБ да 21 болады деген сөз. Демек, мінекей таптық. Периметр табу үшін осы 27-ні және 21-ді қосамыз, 2-ге көбейтеміз. 48-ді көбейтеміз 2-ге. 8 жердегі 216, 80, сонымен 96 деген жауапты аламыз. Ал сіздер шығару жолын толығымен жазыңыздар. Мынау айқыш бұрыштар болғаннан кейін тең болғандығын жазыңыздар, тең бүйірлі үш бұрыштың табандағы бұрыштар тең екендігін жазыңыздар. Сосын барып периметрдің соңында былай шығару жолымен жазасыздар. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жалғастырайық. Келесі кезекте нөмір 3-ші тапсырма. Трапецияның бүйір қабырғалары бірдей 4 бөлікке бөлініп, табандарына параллель кесінділермен қосылған. Бүйір қабырғаларын 4-ке бөліңіздер дейді. Сосын кейін табандарына параллель кесінділермен қосайық. 4-ке бөлу үшін бірінші 2-ке бөлген ыңғайлы, сосын бар оның тағы да 2-ке бөлеміз. Яғни осындай қылып жасаған ыңғайлы деп ойлаймын. Мінекей. Мына бөліктердің бәрі бір-біріне тең. Яғни мына бір бөлігі А сантиметр болса, барлығы А сантиметрден болады деген сөз. Егер трапецияның табандары 8 метр және 24 метр болса дейді. Яғни кіші табанын 8 метр қойсақ, үлкен табанын 24 метр деп қоятын болсақ, осы кесінділердің ұзындықтарын табуымыз керек. Яғни мына мен көрсетіп қойған 3 көк кесінділер. Бұл әлі көк кесіндіге мынау X деп қояйық, X кесіндісі, мынау Y кесіндісі, мынау Z кесіндісі деп қояйық. Осы Y, X, Z болып тұрған қабырғаларын жаңа табу керекпіз ғой. Енді бірінші Y-ті тапқан ыңғайлы. Y-ті. Өйткені Y ол біздің беріліп тұрған жалпы дәу осы трапецияның орта сызығы болып тұр. Ал трапецияның орта сызығын табу үшін оның табандарын қосып 2-ге бөлеміз. Яғни 32-ні 2-ге бөлетін болсақ 16, сәйкесінше мына ортасындағы Y кесіндісінің ұзындығы 16 сантиметр. Енді байқасаңыздар, X кесіндісі табаны 16 және 8 болатын мына кішкентай бір трапецияның орта сызығы. Демек, X-ті табу үшін 16 мен 8-ді қосып 2-ге бөлеміз деген сөз. Болады 24 бөлінген 2, тең болады 12. Сәйкесінше, мынау X қабырғасы 12 сантиметр орта сызығы. Ал Z болып тұрған кесінді, ол табандар 16 және 24 болады мына бір трапецияның орта сызығы. Сәйкесінше, оны табу үшін мен 16 мен 24-ті қосып 2-ге бөлем. Так, қалай болады? 30, 40, 42-ке бөлсек 20. 20 деген сөз. Қаншадан 4-тен азайтылып отыр ғой сонда, мінекей 24, 20, 16 мінекей. Түсінікті айттым деп ойлаймын балалар, қараңыздар, бірінші не істедік? Мына бір трапецияның орта сызығын таптық. Бұның орта сызығы мынау Y болып тұр. Ал трапецияның орта сызығын табу үшін табандарын қосып 2-ге бөлеміз. Ал X-ті қалай таптық? Ол X-ті мына бір трапецияның орта сызығын таптық. Бұл орта сызығын табу үшін 16-ға 8-ді қосып 2-ге бөлдік. Ал Z дегеніміз мына бір трапецияның орта сызығы. Ол дегеніміз 24 пен 20-ны қосып 2-ге бөлеміз деген сөз балалар. Мінекей, түсінікті болды деп ойлаймын, жалғастырайық. Төртінші сұрақ. Суретте көрсетілген трапеция периметрін табыңыз дейді. Трапецияның периметрін табуымыз керек. Бірақ та екі қабырғасы белгілі, табандары 13 және 17. Бізге AD мен CB қабырғалар керек. Байқап тұрғандарыңыздай, ол екі қабырға тең, мынау сызықтармен көрсетілген. Яғни AD-ны тапсақ, CB-ны таптық деген сөз. Жарайды, бірінші біз биіктік түсіреміз. Мынақтан биіктік түсіру керек. Екі биіктік түсіру керек, қазір не үшін екендігін айтам. Оларға төбелеріне мән берсек болады. Яғни мынақа Е деп қоятын болсақ, мына жерге К деп қояйық. Сәйкесінше ЕК мына 13-ке тең ғой жоғарыда тұрған. Мінекей, ЕК кесіндісінің мәні 13-ке тең. Енді бізге АЕ деп тұрған мына жерді табу керек. Мына жерді екі бір-біріне тең бүйірлі болғандықтан. Мынау АДЕ деген тік бұрышты үшбұрыш болып тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Ал тік бұрышты үшбұрыштың 60 градусына іргелес жатқан катет гипотенузаның жартысы деген ереже бар. Сәйкесінше мынау X болатын болса, мынау 2X болады деген сөз. Енді X-ті табу ғана қалды. X-ті қалай табамыз?
Жалпы адан б-ға дейін 17 сантиметр, 17-тен 13-ті азайтатын болсақ 14 сантиметр, ал x пен x тең болғандықтан 14-ті 2-ге бөлсек 7 болады. Сәйкесінше біздің x-іміз 7-ге тең. Мына жерде, значит 7-ге тең деген сөз. 7, 7, 14, 14-ке 13-ті қоссақ 17. 17 емес, 17, так, 17-тен 13-ті азайтайық. Қанша болады? 4 болады екен ғой. Мен болсам не істеп кеттім? 17-тен 13-ті азайтамыз. Болады 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2. Демек, мына А2 кесіндісі 2 сантиметр, КБ кесіндісі де 2 сантиметр. Сәйкесінше 60 градусқа іргелес жатқан катет гипотенузаның жартысы. Ады және 2 есе көп деген сөз. Бұл деген 4 сантиметрден болады деген сөз. Енді мінекей дұрыс болды. Болды. Периметр табу үшін осы 4 пен 4-ті қосамыз. Сосын табаны 17 мен 13-ті қосамыз. 17-ге 13-ті қоссақ 28 сантиметр болады. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Жалғастырайық. Бесінші сұрақ. Тең берілген үшбұрыштың орта сызығы 7 сантиметр болатын табанына параллель. Егер үшбұрыштың периметрі 36 болатын болса, оның қабырғаларын табыңыз дейді. Тең берілген үшбұрыштың орта сызығы 7 сантиметр. Тең берілген үшбұрыш дегеніміз мынау. Бүйір қабырғалар тең, оны мынандай бір сызықтан қойып қойсам болады. Және осылардың ортасын қосайық. Бұлардың ортасын қосатын болса, орта сызық шығады. Мінекей. Және ол 7 сантиметрге тең дейді. 7 сантиметр. Егер үшбұрыштың периметрі 36 болатын болса дейді. Тең беріліп болғаннан кейін мына қабырғасы А болсын, Б болсын. Осы үшеуінің қосындысы, яғни 2А қосылған Б-ның қосындысы 36 болсын дейді. 36 тең болады 2А қосылған Б. Балалар, үшбұрыштың орта сызығы 7 сантиметр болатын болса, демек табаны оған 2-ні көбейткенге тең болады. 7-ге 2-ні көбейтсек 14. Осын біліп алыңыздар. Сәйкесінше 36 тең 2А-нан орнына біз 14 деп қоямыз. 36-тан 14 азайтатын болсақ 22 болайын деп тұр. А-ны табу үшін 22-ні 2-ге бөлеміз 11. Сәйкесінше бүйір қабырғалары 11 сантиметрге тең, табаны 14 сантиметрге. Оның қабырғаларын таптық деген сөз. Мінекей соңғы тапсырмамыз қатты қиын емес балалар. Мінекейіңіздер, видеомыз осымен тәмам. Каналға жазылып қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны достарыңызға жіберіңіздер, оларды бастан аяқ қарап дайындалсын. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.